Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай оңай рецепт жолымен жасалатын бризоль тағамын әзірлейтін боламыз. Ол үшін қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Және де жасап көруге кеңес беремін. Осылай жарып алған жұмыртқамызды жақсылап араластырып, татымына қарай тұзымызды салып, венчикпен араластыратын боламыз. Және де ет тартқыштан өткен етімізді жақсылап осылай арасын бөліп араластыратын боламыз. Және де татымына қарай тұзымызды және де қара бұрышымызды салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Бұл тағамды жасасаңыз, үйіңіздегі және де осы отбасыңыздағы адамдардың көңілінен шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Табамызды осылай майын құйып қыздырып алатын боламыз. Және де ет тартқыштан өткен етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап араласқан жаңағы жұмыртқамызды бетіне құятын боламыз. Көлемі блинчикке ұқсас болып келеді. Екі бетінде жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Және де дәл осылай керемет болып шығады. Гарнирге күріш және де макарон қоюға болады. Мен бірақ осы күйінде ұсындым. Қош сау болыңыз.